Бәріға ортақ жолдың, тілегіміз біріміздің, жүрегіміз біріміздің. Бүгінгі біздің мерекеміз де татулыққа, ынтымақ пен бірлікке арнай етеміз. Алиша маған қатынайды. Несімен ұнайды Алиша? Өйткені ылғи ойыншық алып келеді. Мен оған өз ойыншығымды беремін, ол маған өз ойыншығын береді. Үйіне сосын қонаққа шақырады. Менің үйіме қонаққа келеді. Жарайсыңдар сендер балабақшада да тату дос және үйде де тату дос екенсіңдер, иә? Жақсы көреді екен. Сендер балабақшада жейсіңдер ғой, екінші тағамға плов ше, күріштен жасалатын, сол тағамды өте қатты жақсы көреді екен олар. Олар әдемілеп жасайды екен. Ал пешке пісіретін тағамдардың көбісін осы өзбек ұлты жасайды екен. Сол шай суып кетпес үшін оларда мынандай бұйым бар екен. Мынау қал. Иә балалар, кез келген қазақтың ұлттық киімінде не болады? Иә? Жарайсың, ол жерде біздің ұлттық неміз болады? Оюлар. Қараңдар, ерекше белгісі. Киіміндегі ою бар. Киіз үйі бар дейді. Жарайсың. Біздің бұл достық шеңберіміз. Көзді жұмамызда, саусағымызды алдыға апарып, алдыға 2 қадам жасаймыз. Сол кезде кімнің саусағы кімді көрсетіп тұр, сол баламен барып, достасып, қол алысып, немесе құшақтасып керек. Жарай ма? Өзбек сосын Өзбек, Корея, Қытай, ағылшын және татар. орыс, Қытай. Бүгінде бар әлемге даңқың жетті, ынтымағы жарасқан елім менің деп балалар. Бүгінгі біздің ынтымақ пен бірлік мерекесіне арналған ертеңгілерімізді ақ көгершін әнімен аяқтайтын боламыз.
керемет балалар. Достықты дәріптедік, дос екенбіз. Қанша ұлт өкілдерін біледі екенбіз біз. Қандай кереметсіңдер, өздерің тату болады екенсіңдер топта. Сондай керемет.